Иә, апа, келіңіз ыстық шайдан құйып берейін. Апа, осы біздің абысынымызды көрмей кеттік қой. Мына үйдегі тірліктің бәріне үлгермей жүрмін. Мүмкін абысынымды шақырып аламыз? Айтпақшы, бағана таңертең балам звондаған. Бүгін ауылға қыдырып келеміз деп айтқан. Уақытым болса, деді ито. Сонда бүгін олар келе ме? Иә, мүмкін деген. Жақсы болды ғой. Абысынымды көріп қалатын болдым. Абысынды сағынып қалғансың ба? Иә, сағынып қалдым. Ана жақта келе жатқан кімдер? Менің көзім көріп тұрған жоқ. Мына біздің абысыным ғой. Сонда душтары далада ма? Иә, бұл ауылды ғой, сол үшін мұндағы үйреніп қалғанбыз. Мәссаған, мен мұндайды бірінші рет көріп тұрмын. Жүр кетті, кірейік ішке. Саят, балам, сендер келіп қапсыңдар ғой. Қалайсыз, мама? Қалайсыздар, жақсыздар ма? Сәлем бердік. Айналайын, баламен келінім кетті ғой. Қалайсыңдар, Саят? Сәлеметсіз бе, жеңге? Сәлеметсіз бе, сәлем бердік. Чемодандарыңды тастаңдар мына жерге. Ауыр ғой, мына жерге қоя салыңдар. Саят, шай қойып берейін ба? Келін қойсаңшы. Жарайды әкеңіз, қойып берейін. Саят, балам, сені көрмей кеттік қой, келмейсің ба? Әні келем, міне келем дегенше уже 2 жыл өтіп кетіпті. Уақыт болмай жүр ғой, апа. Күні түні бойы жұмыс, одан кейін шаршап келесің, ұйықтайсың. Сонымен бір күнде қалай өткенін білмей қаласың. Қойшы, жұмыс істейтін сен ғой. Келіншегіңді алып келмейсің ба? Жұмсайтын едім әбден. Балам, сендер көшіп келдіңдер ме? Демалысқа келдік, енді көп уақыт болды ғой келмегенімізге. Енді бір айдай жүре тұрамыз осы жерде. Мына жақсы жаңалық қой, балам. Айтпайсыңдар ма, біз бір жолы да келдік деп. Жақсылап дайындалатын едік қой сендерді күтіп алып. Жақсы болды ғой келгендерің. Өстіп келіп тұрсыңдар, анда-санда хотя бы. Әйтпесе мына қу тірліктің бәрін мен жасаймын. Не келін жоқ жұмсайтын. Өздеріңіз білесіздер ғой, келіндеріңіз ауылдың тірлігіне үйренбеген, қалада өскен. Енді жеңгемен үйреніп алам ғой. Абысының дей берме, сенің алдын 2 жыл бұрын ғана келін болып түстім ғой. Қой, көп сөз доғарыңдар. Менің балам келді қаладан. Ауылдың тамағын сағынған шығар, қалада неше түрлі бәлелер жеп, ауылдың тамағын да жеп кетсін. Жасаймыз ғой, жақсылап палау басамыз. Бір жол келді де үйретіп аламын. Сіздерде қандай жаңалық болып жатыр? Біз жүрміз ғой, күндегі тіршілік сол бізде де. 4 чемодан алып келетіндей не болды? Көшіп келген сияқты болып ойлап қалдық қой. Менің бір чемоданымда заттарым, киімдерім бар, одан кейінгі заттарым бар, бір чемоданымда косметикам бар, ал бір чемодан Саяттікі. Ойбай, қанша чемодан болып кетті. Қаланың қызы ғой енді. Керек болады ондай заттары да. Қой, енді біз шай ішіп біттік, Мединка жүр. Тамақ жасайық, киімді ауыстыр, орамал тақ. Иә, қазір. Сосын ішетін едім ғой шайынды. Ал балам, айта ғой, қалада қандай жаңалықтар болып жатыр? Қалада жүріп, біздің үйімізді ұмытып қалған шығарсың, иә? Кішкене ұмытып қалдым, қай бөлме қаяқта екенін ұмытып. Мына біздің кухня, осы жерде тамақ жасаймыз. Мына жерде бізде шкаф, бұл жерде бізде киімдерін сап қоясыңдар ғой өздерің. Сиятын сияқты бәрі. Мына жерде апам екеуміздің бөлмеміз. Мына жерде тоже шкафтар бар. Ал мына бөлме сендердің бөлмелерің. Қалай екен бөлмелерің? Бірақ мына точно біздің бөлмеміз ба? Иә, точно сендердің бөлмелерің. Енді өздерің ғой, 2 жыл бойы келмедіңдер. Бұл бөлме бос болып қалды, қаңырап, өстіп.
Бірақ мына бөлменің ремонты қайда? Қандай ремонт? Ешкім тұрмаса қандай ремонт? Қызықсың ғой сен? А, жарайды, бола береді, иә. Ештеңе етпейді. Өздерің тұрып уже мына бір айдан кейін жақсы тәп-тәуір бөлме болып қалады. Заттарыңды орналастыр, сосын киімді ауыстырып кел. Мына қысқа көйлегіңді таста, сосын көрмейтін болайын. Кошмар. Мен бұдан жақсы болады деп ойладым ғой. Ужас. Заттарымды орналастырайын онда. Так, все, бәрін орналастырдым. Енді киімді ауыстырайын. Осы да бола береді. Шашымды буып алайын. Так, все дайын. Саят, сен ана бөлмені көрдің ба? Жоқ, не болған? Жүр көрсетемін. Не? Мына жерде қалай тұрамын? Бұдан да менің қаладағы квартирам жақсы ғой. Жоқ, мынау не енді? Мынау не? Терезені осылай жауып тастаған ағашпен. Мына жерде дәу осындай. Мына жерде үйге срочно ремонт керек. Мен мына айнаға жарайды дедім. Бірақ мен мыналарға жарайды дей алмаймын. Мен мына жерде точно ремонт жасау керек. Жаңа енді келесісімен қандай ремонт? Бірінші жағасып алайық. Жарайды, жағасып алайық. Мен күте тұрамын. Бірақ одан кейін ремонт жасатамын. Әйтпесе мен мына бөлмеде тұрмаймын. Не болған? Келдің, көмектесейін ба? Қайда жоқ болып кеттің? 2 сағат өтті ғой. Я, мына жерді жинастырып алдым. Енді мына тыстарды жуу керек. Потом тамақ жасаймыз. Тыстарды жуып тастайын ба? Жарайды. Тоқташы. Мына қасындағы не? Мына ма? Персинг қой. Ол не тағы? Персинг. Жас кезімде естігенмін, бірақ ондай жазбаған. Мынаны алып тастау керек, әйтпесе апам ұрсады. Иә, алып тастаймын ғой, бірақ кейін алып тастайын, әйтпесе қазір ауырады. Жарайды. Ана тастарды жу, жақсылап тұрып жу. Жарайды, жуамын. Так, жуып алдым. Енді тамақ жасау керек. Бірақ мен палау қалай жасайтынын білмеймін да ғой. Вроде күріш керек, и тағы не керек еді? Сәбіз керек. Саған мынау әдемі ғой. Дәмді сияқты көрінеді, аппетитно. Дәмді екен. Не істеп тұрсың, тамақ жасай бермейсің ба? Апам күтіп қалды ғой қазір, енді кеш жасап шығамыз енді. Мен сен жасап жатыр екен деп ойласам. Мен тыстарды жуып біттім. Ну что жуып бітсен? Бәріміз ыдыс жуа аламыз. Тезірек тамақ жасау керек енді, кеш болмай тұрғанда. Тоқтаңыз, бірақ мен палау қалай жасайтынын білмеймін. Тек күріш қосады и сәбіз қосатынын білем. Тупой. Жарайды, көрсетемін. Жарайды, тамақты өзім жасаймын, саған кейін үйретемін. Сен одан да есік алдын сыпыршы, потому что мен таңертең істей алмадым да, уақытым болмады. Жарайды, істеймін. Сыпырыш қайда? Есік алдында тұр. Мәссаған, не сыпырғыш енді? Қай ғасырға сыпырғыш мынау? Қызым. Апа. Тірлік жасап үйреніп жатсың ба? Жарайсың. Иә, ақырындап үйреніп жатырмын. Қызым, абысының ашуланба. Енді ол келін жұмсап үйренбеген. Кішкене жұмсағысы келеді ғой. Әйтпесе қанша жыл болды осы жерде.
үйін жинап жүргеніне. Сол үшін енді кішкене жұмсағысы келеді, ұрсуы мүмкін. Сен сол үшін ренжіме, жарай ма? Жарайды, апам, ренжімеймін. Жарайды, мен тілегімді жасай берейін. Дайын болып қалды ма? Иә, дайын болды. Шақыра бер сен адамдарды. Жарайды. Саят, не істеп жатсың? Көріп тұрсың, кітап оқып отырмын. Біз қашан кетеміз? Қашан кетеміз деген несі? Иә, енді қашан кетеміз? Осылай мәңгі жүре бермейміз ғой ауылда. Бір айдан кейін. Шыдайсың ба бір айға дейін? Бір айға дейін? Не істеймін бір ай бойы? Хотя бы 10 күнге дейін ғана қалайықшы. А потом қалаға жұмыс барысымен кеттік деп айтамыз. Болмайды. Апам ренжіп қалады ғой, білесің ғой. Онысы да 2 жылына бір-ақ рет келіп отырмыз. Енді мен білесің ғой, мен қалада туылғанмын. Мына жерді білмеймін. Түф, осы келінді жұмсасаң жоқ болып кетеді ғой. Не істеп жатырсың соншама? Жарайды, 20 күн. 20 күнге қалайын деп жатыр ма? Түсінікті. Жарайды, онда 20 күн шыда, одан кейін кетеміз. 20 күн? Жарайды, келістім. 20 күн, сөзінде тұр. Жарайды. Айтпақшы, тамаққа шақырған ғой сені, жүр тамақ ішеміз. Келіңдер, қайда жоқ болып кеттіңдер? Келдік қой. Тамақ дәмді болып піскен сияқты ғой. Қане келіңдер, шай қойыңдар. Қойсаңшы? Мен ба? Жарайды. Жаңа естіп қалған бөлмелеріңнен. Әдейі емес енді. 20 күн ғана қаламыз дедіңдер ма? Тезірек кетейік дедіңдер ма? Бір нәрсе дедіңдер ғой. Тезірек кетейік деген несі? Я, келдіңіз солай айтты ғой. Мен өз құлағыммен естідім. Енді әрине әдейі естіген жоқпын, кішкене шақырайын деп барғам ғой, жоқ болып кеткеннен кейін. Жоқ, жұмыс күтіп қалды, сол үшін тезірек кетейік дегенім ғой. Жаман ойлап қалмаңыз, апа. Саят, балам, бұл шын ба? Жоқ, 20 күн қаламыз деп шештік. Себебі қалада жұмысымыз күтіп тұр ғой. Өздеріне сол керек. Сонда сендер мына жерде қалғыларың келмей ма? Несі жаман ауылдың? Балам, сен ұзаққа келдім дедің ғой. Кешіріңіз, апа, солай болып қалды енді. 20 күн қалатын болдық. Апа, бізді де түсініңіз енді, бізді жұмыс күтіп тұр ғой. Жұмыс басты адамдармыз. Біз онсыз аз уақытқа сұранып кеткенбіз. Жарайды. Қалмайтын болсаңдар, ертең ақ кете беріңдер. Апа, қайда кеттіңіз? Апа, қайда кеттіңіз? Әні, көрдіңдер ме? Сендердің кесірлерінен. Ұзақ уақытқа қалдық деп айтсаңдар, не келерің кетеді? Өзгеше, бірақ сіз неге біздің есігіміздің сыртынан тыңдап тұрдыңыз? Себебі сендер жоқ болып кеткеннен кейін. Қалай ұялмай отырсыңдар? Апаларыңа жалко емес па? Кетті, мен жұбатып келейін. Ас болсын. Бұл кәрі кемпірде. Апа, сізге не болды? Мазаламаңдар мені, мен ұйықтаймын. Бірақ әлі тым ерте ғой? Апа, жүріңіз, шайыңыз ішіңіз. Тамағыңызды жемедіңіз ғой? Мазалама деген соң мазаламасаңдаршы. Жарайды. Мен ескерттім бірақ. Неге қарап отырмыз? Жүрің, апаны жұбатайық. Жоқ, тоқта, онымен өзім сөйлесемін.
Менің айтқанымды тыңдайды ғой. Неге мен баласымын? Дұрыс айтасың, иә. Мені бірақ тыңдамауы мүмкін. Саят, бір нәрсе айтайын ба? Бұның бәріне жеңгеміз кінәлі. Неге? Енді ол емес пе бәрін айтып тастаған? Әйтпесе өзіміз жайлап айтатын едік. Иә, дұрыс айтасың. Бұның бәріне жеңгеміз кінәлі. Қашанғы айтам осы жеңгеме араласпа деп.